Көздің қызарып, түйіліп ауруына бір жұмыртқаны сақылдап қайнап жатқан суға салып пісіріп алады. Ортасын жарып, сарысын алып тастайды. Сарысының орнына таза бал салып, жабық ыдыста сақтайды. Бір тәулік өткен соң жұмыртқаны ашып, бал ерітіндісін көзге тамызады. Күніне 3 рет ауру басылғанша қайталайды. Көзге ет өскен жағдайда дөңгелек күміс жүзікті сағат тілімен бірнеше рет айналдырып, 10 күн бойы жалғастырғанда еттің өсуі тоқтап, тартыла бастағаны байқалады. Кәдімгі домалақ пияздың біреуін сығып шырынын аласыз да бал араластырасыз. Осыдан күн сайын көзге тамызып отырса, көру қабілеті артып, түрлі қабынулар жоғалады. Баршаңызға сәлем, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Бүгін көзді халық емімен қалай емдейтіні жайында және көз қандай аурулардан хабар беретіні жайында айтатын боламыз. Келесі пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Видеоны достарыңызбен туыстарыңызға таратыңыз. Көз адамның ең нәзік ағзаларының бірі. Оның күтімі өзгеше, қамқорлықты қажет етеді. Көзді саусақпен қатты шүберекпен сүртуге болмайды. Ыстық немесе мұздай сумен жумайды. Сау көз өздігінен ашылып, жабылып әрекеттенеді. Себебі көз алмасының үстіңгі жағындағы жас безінен шыққан ылғалды бүкіл көздің денесіне жайып, жуып отырады. Сол арқылы көздің ұясына түскен түрлі микробтарды, шаң-тозаңды, тағы басқа бөгде заттарды сыртқа шығарып, көздің жұмыс қабілетін сақтауға көмектеседі. Көзді ашып жұмудың тағы бір пайдасы көру жүйесінің тынығуына әсер етіп, көз бұлшық еттерінің жұмыс ырғағын жақсартады. Әдетте жасы ұлғайған адамдардың көзі бұлыңғыр тартып, көру қабілеті төмендей бастайды. Осы кезде күн сайынғы тағам құрамынан тәтті бұрышты үзбеген дұрыс. Мүмкіндік болса жаз айларынан бастап күздің соңына дейін әбден піскен болгардың тәтті бұрышын жаңа күйінде жеген адам келесі жылдың бұрышы піскенге дейін көру қабілеті төмендемейді. Біріншіден, көз жиегінің қышуы адамның мазасын алатын аурудың бірі, оны өте оңай қарапайым әдіспен тоқтатуға болады. Ашутастың кішкентай бөлшегін алып, көздің қышыған орнын сүртсе болғаны сәл аштыңқырап барып басылады. Қатарынан 3-4 күн осылай емделсе, аурудан айығады. Көзіңіз жарыққа қараудан жасқанып, іші қызып, күйсе, қанталаса, шетіне кілегейлі ірің сипатты жұқа қабат пайда болса, бұл микробтық дәнекер қабықтың қабынуы. Осындайда 3 қат гүлі мен шермен гүл екеуін қайнатып, 40 минут бұқтырады. Ас алдында осыдан аздап ішіп, қалған суымен көзді жуады. Емделу мерзімі 7 күн. Көздің кез келген қабынуларына бір дана қиярды қабығынан аршып, 300 грамм қайнап тұрған суға салып, бетін жабады. Су әбден салқындаған соң тоңазытқыштың астына қойып, таңертең көзді сонымен жуады. Сәбіз шырынын ыстық сүтке араластырып ішсе, көздің көру қабілетін арттырады. Көзге түскен ақты кетірудің әдістері: бір қасық пияз үгіндісін бір стакан қайнап тұрған сүтке қосып араластырады да 6-8 сағат бұқтырады. Жылылай осыдан күніне 2 рет көзге тамызады. Ал самырсын қарағайдың жаңа шырынын алып ерітеді де ағы бар көзге тамызады. Ақты алады. Аурудың түрін көзден байқауға болады. Мысалы, көздің ағы қызарып кетсе, әлденеден уланудан бауырдың зақымдалуы. Көздің ағы көгілдір тартса, ағзада кальцийдің жетіспейтінін білдіреді. Мұндайда тырнақ сынып, шаш түсе бастайды. Көздің ағы сарғыш тартса, өт жұмысында кінәрат бар екенін білдіреді. Ал көз ағында қызыл жолақтар байқалса, қан қысымының жоғарылауы. Көз қарашығының үстіңгі ағы қызарса, асқазанның қабынуынан хабар береді. Көздің жиектерінде ақшыл көбік болса, ағзадағы зат алмасудың бұзылуы. Көздің төңірегінде сарғыштау бүртіктер көрінсе, тері сәл көтерілгендей болса, ағзадағы холестерин мөлшерінің көбеюі бауыр қатудың алғашқы белгілері. Көз астының томпайып ісінуі, қоңырқай тартып өзгеруі бүйрек жұмысының бұзылуынан болады. Құрметті көрермен, біздің арнамыздағы видеоларды көп адам тіркелмей көреді екен. Дәл қазір арнаға тіркеліп кетіңіз. Көз ауруларынан құтылуға тағы да бірнеше рецептер айтатын боламыз. Арнадан алыстамаңыз. Көздің су қараңғы ауруы жаңа басталған кезде
Грек жаңғағының жапырағынан 3 ас қасық итмұрын гүлінен 1 ас қасық итмұрын тамырының үгіндісінен 1 ас қасық 1 шақпақ қантпен алоэның тамырынан аздап салып, эмаль ыдыста жарты литр суға 5 минут ақырын қайнатып, 30 минут бұқтырады. Осыдан ас қасықпен жатар алдында 1 рет ішеді. Бұл дәріні 12 күн тоңазытқышта сақтайды. 12 күннен соң 3 күн демалып, қайта жалғастырады. Бұл көздің қан қысымын төмендетіп, нервті тыныштандырады. Көздің қышуына пияздың ортасын жарып ішкі діңін алады да көз жиегінің ішкі жағын саусақпен ашып сүртеді. Ол сәл ашытып барып қышығанын басады. Көз қанталап қызарған кезде 1 ас қасық ерменді 2 қабат дәкеге орап, қайнап тұрған суға 1 батырып алады да салқындағанша күтіп жылытып ауырған көзге басады. Күніне 3-4 рет жасауға болады. Көзден жас ағып тоқтамаған кезде қияр қабығының жарты стакан шырынын жарты стакан қайнаған суға қосып, оған жарты шай қасық ас содасын қосып ерітеді де көзге күніне бірнеше рет компресс жасайды. Осыған қосымша күніне 100 граммнан тәтті бұрыш шырынына 1 ас қасық бал қосып араластырып ас алдында ішіп отырады. Көздің мүйіз қабатына жұқа қабық өсіп, көздің көру қабілетін төмендетеді. Пияздың шырынына ыстық суға езілген бал қосып, шырынмен тең мөлшерде араластырып, әр 2 сағат сайын көзге тамызып отырады. 1 ай бойы жалғастырса, нәтижесін көруге болады. Шипа беру Алладан. Бізден кеңес болсын көрермен. Арнаға жазылып қолдау көрсетіңіз. Комментарийге келесіде қандай ауруға байланысты рецепт шығарайық. Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Және видеоны достарыңызбен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Аман сау болыңыздар.